Бақбақ халық медицинасында ғасырлар бойы қолданылып келе жатқан өсімдік. Оның гүлі, жапырағы және тамырының әрқайсысының өзіндік пайдалы қасиеттері бар. Бақбақтың құрамындағы пайдалы заттар: А, С, К және В тобының дәрумендері: калий, кальций, магний, темір, антиоксиданттар, инулин. Пайдалы кеңес, пайдалы қасиеттері: бауыр қызметін қолдауы мүмкін. Бақбақ тамыры мен жапырағы өттің бөлінуіне ықпал етіп, ас қорыту процесін жақсартуға көмектесуі мүмкін. Ас қорытуды жақсартады, тәбетті ашуға, асқазан сөлінің бөлінуін ынталандыруға және ішектің жұмысын жақсартуға ықпал етеді. Зәр айдайтын әсері бар. Артық сұйықтықтың шығарылуына көмектесуі мүмкін. Осы қасиетіне байланысты ісіну кезінде халық медицинасында жиі қолданылған. Антиоксиданттарға бай, бос радикалдардың әсерін азайтып, жасушаларды қорғауға көмектесетін табиғи қосылыстарға бай. Иммунитетті қолдайды. Құрамындағы С дәрумені мен басқа да пайдалы заттар ағзаның қорғаныс жүйесін қолдауға ықпал етеді. Қандағы қан деңгейіне әсер. Кейбір зерттеулер бақбақтағы инулиннің қандағы қан деңгейін реттеуге көмектесуі мүмкін екенін көрсетеді, алайда бұл дәрі-дәрмекті алмастырмайды. Жүрек пен қан тамырларына пайдасы: калийдің мол болуы қан қысымын қалыпты деңгейде ұстауға ықпал етуі мүмкін. Тері күтімінде, халық медицинасында бақбақ шырыны сүйелдер мен кейбір тері мәселесіне сырттай қолданылған, бірақ ғылыми дәлелі шектеулі. Қалай қолданылады? Бақбақ гүлінен шай дайындайды, тамырын кептіріп қайнатады, жас жапырақтарын салатқа қосады. Кейбір елдерде гүлінен тосап және шәрбат әзірлейді. Кімдерге сақ болған дұрыс? Күрделі гүлділер тұқымдасына аллергиясы бар адамдар, өт жолдарының бітелуі немесе ауыр аурулары бар адамдар, асқазан жарасы немесе қышқылдығы жоғары адамдар, жүкті және бала емізетін әйелдер дәрігермен кеңескені жөн. Қан сұйылтқыш немесе қант диабетіне қарсы дәрі қабылдайтын адамдар да маман кеңесін алғаны дұрыс. Маңызды ескерту: бақбақ пайдалы өсімдік болғанымен, ол ешбір аурудың кепілді емі емес. Оның емдік әсері туралы көптеген зерттеулер жүргізілгенімен, кейбір пайдалы әлі де зерттелу үстінде. Сондықтан оны дәрігер тағайындаған емнің орнына емес, қосымша ретінде ғана қолданған дұрыс. Бақбақ дәрумендерге, минералдарға және антиоксиданттарға бай табиғи өсімдік. Дұрыс қолданылған жағдайда ас қорытуға, иммунитетті қолдауға және жалпы ағза саулығына пайдалы болуы мүмкін, алайда созылмалы аурулары бар адамдар оны қолданар алдында міндетті түрде дәрігермен кеңескені жөн.